Достар, көріп отырған шығарсыздар, иә, бұл смс-тің барлығы енді айтпай ақ қояйын кім екенін. Просто Фархат жақтан туған туыстары естіп жазғаннан кейін енді Фархат не істейді, айтқаннан шыға алмайды да, сөйтіп жарайды деп. Қазір енді, например, қалай айтсам болады, таққан сырғаларын алып кетті, еще маған махыр берген жоқ. Сонымен быт-шыт болып отырмыз. Бұл үйде сенімен тұрмаймын, мен сенімен ажырасамын дегеннен кейін махырды алып бер дедім. Әйтпесе развод бермеймін дедім. Рас қой, махыр алып берілу керек. Ол ешқашан қайтарылмайды да. Ондай істеу, білмеймін, адамның әңгімесі сияқты, андай махырды қайттан алып, басқа нәрсе істеу деген сияқты. Мұсылманның несінде жоқ, қағидасында жоқ. Сол себепті осындай нәрселер болып жатыр. Менің тура қиын сәтте тастап кеткен ешім ашиды. Жоқ, мен түсінбедім ше. Сені аяп, ойбай, сен реанимациядан шыққаннан кейін дұрыс жүре аламын екен, дұрыс сөйте аламын екен деп уайымдадым дейді. Уайымдаған кәне қасымда жоқ қой. Мысалға да. Менің әке-шешем шақырыпты да ана жаққа. Өзі тайып тұрған, короче, мамам келгеннен кейін, Мадияр келгеннен кейін, бауырым келгеннен кейін да. Жоқ, бұл ойлады ғой деймін. Отбасымен ше, Мадинаның туған туыстары жоқ. Ешкіміз жоқ, оған қарайлайтын, даже құда түсуге ешкім келмеді деп. Я, возможность болмаған шығар, бірақ мен біреудің ала жібін аттап, біреудің атасын өлтіріп қойған жоқпын. Ешкімнің ешқай жеріне кесіп барып тиіп, елімізді тілдеп кеткен жоқпын. Маған бүйтіп айтатындай мен ештеме істеген жоқпын да, например, қазірдің өзінде маған қиын болып тұрған сәтте менің күйеуім, заңды күйеуім қасымда жоқ. Ол қайда, например, жүр өз бетімен. Менің де айтатын нәрселерім көп, например, қаншама давканың арасында жүрдім. Жарайды, менталитет құрсыншы вообще. Құрып кетсінші мүлдемше. Біз жақта жоқ сәлем салуды мен салмадым емес. Оның бәрі міндет қылып тұрған жоқпын. Ладно дедім. Түгетпейді, мен өзім жақсы көрген адамның үйіне бардым ғой, мен соларға иілуге міндеттімін дедім. Неге келмейсің, неге қашасың? Мен реклама істеп отырған адам, нанымды сомен тауып отырмын. Ешқандай жұмыс істеп жатқан жоқсың дейді. Қайдағы жұмыс істемеген? Мен үйдің күні кешке целый день мен ұйықтап, бір нәрсе істеп жатсам ғана айтуға болатын еді да, солай. Жоқ, мен күні кешке реклама. Өздеріңіз көріп жүрсіздер, қаншама реклама, қаншама видео бекерден бекер істеніп жатқан жоқ. Ол бір видеоның өзі бір күндік уақытты требовать етеді. Ешқайсысы ұғып отырған жоқ оны. Ешқайсысы маған білмеймін, енді айтарға сөзім жоқ. Мен қазір давлением көтеріліп, тыстығым көтеріліп, әбден әрең отырмын. Туыстары көретін болса, өліп қал деп отырған шығар, наверное. Өз бастарыңа келсін, айналайындар. Менімен ойнапсыңдар, ешқайсыңды мен білмеймін. Өзімнің бірандай нем көріп тұрған жоқпын. Ешқайсың маған керек емессіңдер. Дәл қазір мен бүкіл ішімдегіні шығарғым кеп тұр. Мүмкін құсты деп айтатын шығарсыңдар, ішіндегіні құса берем да, дальше құса берем. Пока маған тиісті етілген махырды маған орнына қойып бермейінше. Өйткені маған оны махырдың сұрауы не екенін білесіздер. Бұл өзі маған ажырасам деп айтты. И сол себепті өзі шешкеннен кейін, мен шешкен жоқпын, махырдың қайттан қайтарып беру маңызы жоқ. Ол по-любому алып беру керек маған. 6 ай бойы әлі алып бермеген. Осыларға болсыншы, мен өзіме ғана ала бермейінші деп неше түрлі нәрсені заказ бердім. Рекламаларға келген нәрселердің жартысын сол жаққа бердік. Жартысын болмаса енді крупты нәрселерді бердік деген сияқты. И маған келіп, сен сондай екенсің, сен меркантильная, сен басқа нәрсе екенсің дегендері маған өтпейді, айналайындар. Өйткені мен меркантильный болатын болсам, бір тиынды да сендерге қолдарыңа ұстатпай отырушы едім. Рекламаның өзіне, Фараға, ана рекламаны жасамай ақ қой, или болмаса реклама саған бермейді деп те айта салушы едім. Жоқ, мен каждый рекламодательге, міне мынау мен күйеуім, осыған да жаза салыңызшы, пожалуйста, осыда алады рекламасын, жақсы статистикасы деп бәрін айтып отырған. Мен кәдімгі ежіктеп тұрып бәріне айтам да. Мен бұларға не жамандығым өткенін білмеймін. Сонша маған быт-шыт қылып, пошла она нахер деп сөйтіп айтатындай мен ештеме істеген жоқпын мен бұларға.
Фархат сені жақсы көрді деп жазып жатқандар историяға ше ответ беріп. Кәне жақсы көргені? Кәне жақсы көргені? Жақсы көрген деген осындай бола ма? Мен талай адамдарды көргем. Біреу басқа жерден реанимациядан инвалид болып шығып жатады да, например, да. Бірақ олардың қастарында күйеулер қалады. Или болмаса, мен, например, осындай ситуацияда Фараны көретін болсам, Алла сақтасын әрине. Мен бірақ қасында до конца қалатын едім. Мен оның туыстары сияқты эгоизм танытып, да пошла она нахер, мен бай енді оған кінәлі деп отырмайтын едім. Эголары өздеріне сондай нәрсе болатын болса, онда өздеріне тоже самое. Жақсы болатын болса, жақсы көретін болса, мен қасымда отырмаймын, осы жерде ажырасам деп тықылдай бермей.